Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Лайк басқан қолдарыңыз Кабатулланың қабырғаларын ұстасын. Ал біз сіздерге бүгінгі жаңалықтарды жеткізуді жалғастырамыз. Түркістан облысында ер адам 15 жастағы қызды алып қашқан. Бұл туралы Немалчи қорының басшысы қоғам белсендісі Дина Таңсари хабарлады. Ер адам мектеп оқушысын ұрлап, анасына қалың мал ретінде 600 мың теңге төлеген. Кейін бұл туралы қыздың әкесі біліп, полицияға арызданған. Әкесінің айтуынша ол әйелімен ажырасып кеткен, бірақ алимент төлеп тұрған. Ол 2022 жылдың соңында әлдекім қызын алып қашып, Жетісай ауданында алып кеткенін, артынша беташар жасалғанын айтады. Бұл туралы 15 жастағы оқушы қыздың әкесі әлеуметтік желі арқылы білген. Ер адам сөзінше, қызы бұл некеге қарсы болған. Бұл жағдайды жай алып қашу деп қарай салуға болмайды. Себебі мен өзімді келісімімді берген жоқпын. Сондықтан қылмыс дерегі расталады. Сонымен қатар 16 жасқа толмаған адаммен жыныстық қатынасқа түсу де қылмыс. Себебі бұл некеге мен өз рұқсатымды берген емеспін. Бермеймін де. Қызым небәрі 15 жаста және өздігінен шешім қабылдай алмайды, дейді оқушының әкесі. Бізді бақылауды жалғастырыңыз. Және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз.